Қазақ тіліндегі сапалы қазақша мультфильмдер YouTube арнасы ұсынады. Бір ауылда Әнуар деген мейірімді адам өмір сүрген екен. Мына ауа-райы не болып кетті? Отқа ағаш тастайын да, ұйықтайын. Аю екен десем. Әй, Гүзел, бұл жерде неге адасып жүрсің? Байқұс жануар-ай, жүр кеттік. Ой. Тез бас аяғында қасқырлар жақындап қалған сияқты. Güzel, tez kaçtık. Болды, енді tez ақ жөніңе келесің. Сөйтіп Гүзел Әнуардың үйінде қалды. Шалға үй шаруасын тындыруға көмектесті. Көршілердің бәрі осындай көмекшінің барына қайран қалды. Өмірімде мұндай ақылды сиырды көрмеппін. Ал ауылдың екінші басында Мұса тұратын еді. Сен не, өзіңді менен ақылды санайсың ба? Неменеге тесілесің? Ауыл емес қарақшылардың ұясы дерсің. Мен бәріңе көресілерімді көрсетем, өңшең оңбаған. Қайда көз салсың да, күлең алаяқты көресің. Өй! Мұнау менің сиырым ғой. Мұса, не болды? Андағы сүт менікі. Әкел бері. Мұса, мұның не? Орлақшы. Не? Қане қайтыға? Үйге қайт дедім. Мұса, сенің есің ауған бөзі. Жібер кәне. Сен менің сиырымды ұрладың. Сен менің сүтімді ұрладың. Ұрлықшы. Аттан! Қараңдар, көмектесіңдер! Әнуар менің сиырымды ұрлап алыпты! Ұрлықшы! Қарақшы! Сөйтіп Әнуарды ауыл төрешісі құрметті ақсақалы өзіне шақырады. Сонымен Әнуар, сен сиырды орманнан тауып алдың деймісің? Иә. Ал сен Мұса, бұл сиыр сенікі демекшісің. Әрине менікі. Әнуар оны ұрлап алыпты. Мен оны ұрлағам жоқ. Орманнан тауып алдым. Оны ұрламақшы болған сен. Міне, қараңдар. Мынау менің таңбам. Яғни сиыр да менікі деген сөз. Ал, бұған не дейсің? Мұса, егер сиыр расында да сенікі болса, ол орманда не қып жүрді? Айдан анық емес пе? Адасып кеткенде. Мұса бірдеңе жоғалтса, бүткіл ауылды басына көтеруші еді. Сиырыңның жоғалғаны жайлы неге ешкімге айтпадың, Мұса? Қайғыдан құса болып жүрдім де. Бұл сиыр маған туған баламдай жақын еді.
Bir кезде із-түссіз жоғалды да кетті. Өзінің ақымақтығының кесірінен. Тауып қайтарып бергенің үшін рахмет саған, Әнуар. Ал мен ендеше басқаша айтты білем, Мұса. Жетер! Тамақсыз өле қоймассың. Жеп жатырсың, бір тамшы сүт бермейсің. Тек шығынға баттым сен үшін. Мыйсыз қомаға илеме. Кет қане, қалаған жеріңе жоғал. Көршілерің, сен ол сиырды қуып жібердің дейді ғой, Мұса. Мен қуғам жоқ. Еркіндік сыйладым. Қартайған шағында қалағанынша өмір сүрсін дегендей. Қақаған қыстың ортасында орманда қатып өлсін деп пең? Масқара, кәрі сиырды қуып жібергенін қара. Түн ортасында еркіндік сыйладым дейді. Түн ортасында қатып өлсін деген еді. еркіндік сыйладым дейді. Яғни сиыр ешкімдікі болмағаны ғой. Әнуар оны асырап алды. Енді бұл сиыр соныкі. Әнуар оқыпты қожайын. Соған бұйырған екен. Мен жақсы қожайынмын. Еңсеміз ғой менікі. Маңайдағы ең жүйрік атта менде ғана. Бұл менің сиырым. Қаласам қуып шығам, әйтпесе шұжық жасаймын. Осылай. Тоқтатыңдар. Қане доғарыңдар. Тоқтат!